балаларымызды мен беретін 7 бағытта ойнатып дамытатын болсақ, осында ешқандай проблемалар болмайды. Задержкалардың барлығына не себептен мне скучно, деп балалардың өздері ойнай алмауы. Шаруамыздың бәрін тастап алаң қасына отырып бірге ойнаса ойнайды. Біздің мазамызды алмас үшін біз оларға гаджет беріп қоюға мәжбүр болып отырамыз. Мінекей, қандай расстоянияда доп келіп жатыр? Көз жүйесінен сигнал келді миға. Балалардың сабаққа деген ешқандай желаниесі жоқ. Орталықтардың барлығы маркетинг тұрғысынан өте керемет. Бірақ балалардан ешқандай результат шықпай жатыр. Жаңағы кукла марионетканы айтып отырмын ғой, сол кукла марионетка сияқты біздің миымыздан әртүрлі ақпаратты қабылдау жүйеміздің барлығына, сіздерге оның барлығын қазір күштеп түсіндіріп беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, менің есімім Гүлфия Абайқызы, балаларды ерте жастан дамыту маманы, балалар педагог психологы және де сенсорлы интеграция бағытында балаларды ойын арқылы дамыту маманымын. 11 жылдық тәжірибем бар, 3 баланың анасымын және де Мама поиграй балаларды дамыту орталығының негізін қалаушымын. Өкінішке орай балаларда неше түрлі задержкалар бар. Тілінің кеш шығып жатқаны бар, агрессивті состояниялары бар. 3 жасар кризис 3 лет деп жатамыз, соны ата-аналар просто не справляются с детьми. Задержка болмай тұрған күннің өзінде балалардың сабаққа деген ешқандай желаниесі жоқ, гаджетқа зависимый болып жатыр балалар. Және де ата-аналардың бір басты проблемалары қазір неше түрлі орталықтарға барады. Орталықтардың барлығы маркетинг тұрғысынан өте керемет қылып, бәрін анандай методика, бізде мынандай методика деп ішін бәрін жасатып қойып жатыр. Бірақ балаңызды апарасыз, одай қымбат ақша төлейсіз, бірақ балалардан ешқандай результат шықпай жатыр. Орталық таңдаған кезде мамандарды дұрыстап таңдай алу үшін, орталықты дұрыстап таңдай алу үшін, ішіндегі методикалар қандай? Қазір мен сіздерге айтып беретін бағыттар бар ма, жоқ па, соның барлығын өзіңіз қарап, өзіңіз зерттеп, әртүрлі маркетинг құрбанына жем болмай, әртүрлі дұрыс емес мамандарға барып, балаларыңыздың да, өзіңіздің де уақытыңызды, энергияңызды, қаражатыңызды босқа текке ауаға кетірмеу үшін мен сіздерге жақсы ақпараттар айтамын. Мен айтқан ақпараттардан кейін сіздер ешқандай проблемасыз барлығын өздеріңіз таңдай алатындай, ажырата алатындай жағдайға жетесіздер. Және қазіргі таңда үлкен ауқымды проблеманың бірі ол балалардың өздігімен ойнай алмауында. Мне скучно, деп мамаларының етегіне жармасып, балалар мамалары қасында отырып ойнаған қалайды. Біз балалар шаруамыздың бәрін тастап алаң қасына отырып бірге ойнасақ ойнайды, ал біз тұрып кетіп шаруамызды жасасақ, үйдің тірлігі, тамақ пісіру, тағы да басқа шаруаларымызға кетіп қалсақ, онда балалар не істерге білмейді, біздің мазамызды алады, жылайды, телефон сұрайды. Сондықтан біздің мазамызды алмас үшін біз оларға гаджет беріп қоюға мәжбүр болып отырамыз. Одан зависимость болады, балалардың ойлау қабілеті, есте сақтау қабілеті нашарлайды, және де мінез құлқында өзгерістер пайда болады. Телефонды алып қойсаң, уже балада истерика, телефонды кері сұрайды, жыламасын деп біз оны кері беріп тастаймыз. Бала қозғалсыз гаджеттің алдында отырған кезде сенсомоторлы тұрғыдан, физикалық тұрғыдан балада үлкен орын болып жатыр. Және де баланың ойлауға қабілетті, ойлап шешім қабылдауға тиесілі зонасы қозғалыссыз тұр, ұйықтап тұр. Яғни ұзақ мерзімде сондай торможениенің салдарынан балада бұл зона атрофироваться етеді. Соның салдарынан балада әртүрлі задержкалар болып жатыр, бала сабақты дұрыс қабылдап қорыта алмай жатыр. Балада фантазия, мышление, шығармашылық деген нәрсе болып жатқан жоқ. Үлгерімі нашарлайды, ойын толық ашып айтып жеткізе алмайды, сабақты түсіне алмайды, түсінгенін айта алмайды, кітап оқығанда түсіне алмайды. Олардан ойын жеткізе алмайтын балалар, яғни бір нәрсе айтқысы келсе, деп тұратын балалар көп. Просто тарс-тарс еткізіп, бетіп ойын тұжырымдап жеткізіп айтып бере алмайды. Таңда балаларыңыз 1 мен 7 жас аралығында болып отырса, пожалуйста, бұл шақты не упускайте. Бұл ең баланың базасы, основа. Осы кезде адамның болашақта қандай тұлға болып шығады, және барлығы ойын арқылы шешіледі. Балаға кез келген проблем, кризис болсын, басқа бол, сказка терапия деген барлығын білетін шығарсыздар. Через игру мы все агрессивные состояния, все пробелы, все травмы, барлығы осы ойын арқылы шешіледі. Және біздің балаларымыз неге біз ойнатсақ ойнайды? Даже ата-аналар ойната алатын ата-аналар бар, ойната алмайтын ата-аналар бар. Не ойнататынын білмейді. Және де қай бағытта ойнататынын білмейді.
Неге біз баланы қызықтырып ойната алмаймыз? Неге бала біздің ойындарымызға қызықпай жатыр? Біз магазинге барып неше түрлі ойыншықтарды әкеп бере береміз, бала ойыншықты сұрай береді, ол ойыншықпен 1-2 күн ойнайды, содан кейін шаң басып тұрады, гарра ойыншықтар пакет-пакет қылып. Әртүрлі мінез құлқындағы өзгерістерге байланысты біз дұрыс подход жасалмағанның салдарынан оны балаларды подавлять ете бергеннің кесірі негізі әрбір баладағы изменение характерындағы, мінез құлқындағы әрбір өзгерістің барлығы о чем-то говорит. Крик тела о помощи. Біз сауатты ана болсақ, сауатты маман, сауатты мұғалім болсақ, біз баладан осыны сразу көреміз де, бұл балаға, мен сіздерге қазір алдағы уақытта 7 бағыт туралы айтатын боламын. Осы 7 бағыттың біреуінде бір проблема болып жатыр деп өзіңіз ана қылығына сай тауып алатын боласыз. Мен сіздерге балаларды қай бағытта ойнату керек, қай бағытта дамыту керек, сол туралы ақпарат айтатын боламын. Мана айтып отырғандай, мінез құлқында өзгерістердің дер кезінде байқап, онымен жұмыс жасауды білмесек, және ол мінез құлқындағы өзгерістер не үшін болып жатыр, ол бізге бірдеңені айтып жатыр. Мен айтатын 7 бағыттағы бір саласында бір нәрсе жетіспей жатыр. Мен соның барлығын сіздерге айтатын боламын. Әртүрлі невроздар болуы мүмкін. Тырнағын тістеу, шашын тістеу, жұлу, энкопресс, энурез, яғни кіші дәретін, ұлы дәретін ұстай алмай қалу, сезінбей қалу. Осының барлығы мен айтатын 7 бағыттағы жіберіп жатқан біздің ата-аналардың, мұғалімдердің, мамандардың дер кезінде көрмей қалып жатқан тұстарынан болып жатыр. Баладағы барлық проблема ол баладан емес, ол біздің дер кезінде аңғара алмай жатқанымыздан, біздің білместігімізден. Тек қана соңына дейін тыңдаған адамдарға сенсорлы интеграция, сенсорика тақырыбындағы өткізген практикумымды ішінде өте құнды ақпараттар бар. Мен айтып отырған 7 бағыт, соны қалай дамытамыз, оны дамытпасақ қандай проблемалар болады, және де балаңызда уже проблема какой-то бір нәрсе болып жатса, соны көру арқылы өзіңіз тауып, әрі қарай диагностика жасап, оның шешімін беретін, оны қалай шешетін туралы барлығын айтып берген, теориясы мен практикасын қосып дайындап берген керемет сабақ. Құны 20 000 тұратын сабақты мен сіздерге тегін беремін. Тек қана соңына дейін отырған адамдарға. Неге? Өйткені олар шынайы бұл ақпарат керек болып отырған адамдар. Осы ақпаратты қолданайыншы, дамытайыншы, балаларымды еш задержкасыз өсірейінші, немесе задержкасы болып тұрса, онымен жұмыс жасайыншы деген ғана ата-аналар отырады соңына дейін тыңдап. Мен тек қана соларға беремін. Әйтпесе оның құндылығын түсініп, сезініп, дұрыстап тыңдап, қорытып жұмыс жасамайды басқа ата-аналар. Осының барлығын сіздер біліп алғаннан кейін балаларыңызбен дұрыс жұмыс жасайсыздар. Уақытты экономдайсыздар, энергияңызды экономдайсыз, нервіңіз тыныш болады, ақшаңызды экономдайсыздар. Бұл сіздің балаларыңызда барлық проблеманы жоққа шығарады. Ең бастысы, балаңыз просто идеальный болады. Сабақта үлгерімі керемет болады. Мінез құлқы күшті болады. Өте ұғымтал болады. Сабақта бәрін күшті. Есте сақтау қабілеті күшті болады. Сізде уақыт пайда болады. Неге? Өйткені балаңыз өзімен өзі 2-3 сағаттап, тіпті 4 сағаттап өзімен өзі ойнай алатын болады. Тек қана сіз оны бағытта отырасыз. Осы 7 бағыт бойынша ойындарға направление беріп қоясыз, балаңыз ары қарай өзі ойнай беретін болады. Ми тұрғысынан, нейропсихология тұрғысынан балаға қажетті 7 бағыттағы стимулдарды беріп жатырсыз. Балаңыздың жан-жақты гармоничный дамуына сіз жағдай жасап жатсыз. Мына алдарыңызға шығып тұрған отзывтарды қараңыздаршы. Балалары бұрын мүлдем ойнай алмайтын болған. Ата-анасымен ойнатса ойнайды, болмаса гаджетқа зависимый балалар 2 сағаттап, 3, тіпті 4 сағаттап өздері ойнайтын болған. Ата-аналары шок болып жатыр. Сондықтан сіздің де балаларыңыз солай өздері ойнайтын болады. Шындығында келген кезде әлем психологтарының айтуы бойынша балаларға көп ойыншықтың қажеті жоқ. Бұл керісінше баланың фокусын жоғалтуға әкеп соғады. Және де балалар зона мышлениясымен, ойлау қабілетімен жұмыс жасамайды. Өздеріңіз білесіздер ғой, біздер кішкентай кезімізде әртүрлі шөптерден бір нәрсе жасап, жапырақтан бір нәрсе жасап, қаңылтырдан тарелка жасап, табиғаттағы бар құралдардан біз өмірге қажетті, тұрмысқа қажетті заттарды ойлап тауып құрастырып ойнайтынбыз. Ал қазір балаларда дап-дайын кухняның посудасы, дап-дайын жаңағы дәрігердің құралдары, бәрі дап-дайын келді. Ештеңе ойластырудан қажет жоқ, бәрін алып тек шетінен ойнайды, уже қызық емес. Жалпы кез келген ата-ана, ата-әже, нянялар, мұғалімдер, мамандар, жалпы баламен кто имеет дело, соның барлығына
осы сабақты соңына дейін қарау керек. Садикте, мектепте біреуге ұрынады, сүріншек, құлап қала береді. Жалпы осындай проблемалар егер шынымен де өмірімізде кездесіп жатса, онда бұл сабақ сіздер үшін. Біздің әрбір қимыл қозғалысымыз барлығы ми тұрғысынан келіп жатқан сигналдардың салдарынан болып жатыр. Миымызға ақпарат барады, миымыз қорытады, соған сай әрекет етеді. Яғни кукла марионетка, міне алдарыңызда көріп отырғандай кукла марионетка сияқты. Қараңыздар, кукланың қол аяғына барлығына жіп жүргізілген, адам осы қолмен жаңағы жіптерді қозғап отыру арқылы оң жағын қозғап, оң қолын көтергізеді, сол жағын көтеріп, сол қолын көтергізеді. Мінекей сол сияқты біздің миымыз бізбен управлять етеді. Жалпы біздің әрбір әрекетіміз мидан келген сигналдарға байланысты жүзеге асады. Мінекей, маған доп ұшып келді, мен оны қағып алдым. Яғни қандай расстояниеда доп келіп жатыр, қандай жылдамдықта доп келіп жатыр, қалай қарай ұшып жатыр. Былай қарай доп ұшып бара жатса, мен қолымды былай созам. Егер доп былай қарай ұшып жатса, мен қолымды былай қарай созам, дұрыс қой. Жоғарыға ұшып бара жатса, мен қолымды төменге созбай, міндетті түрде жоғарыға созам. Неге? Өйткені бізге көз жүйесінен сигнал келді миға. Көзіміз біздің доптың расстояниясын, жылдамдығын барлығын есептеп, анализировать етіп миға сигнал берді. Ми бізге қолыңды қай жаққа қарай сермеу керек екенін айтып, бізге сондай әрекет беріп жатыр. Яғни біздің миымыз қалай жұмыс жасайды? Әртүрлі сенсорлы жүйелер, көру жүйесі, есту жүйесі, ақпаратты қабылдау жүйесі. Яғни біздің қоршаған ортадан ақпаратты қабылдау жүйелеріміз бар. Сол қабылдау жүйелеріміз миға сигнал береді. Ми соған сай әрекет етуге бізге, әрбір бұлшықеттерімізге тапсырма береді. Яғни біздің қоршаған ортадан ақпаратты қабылдауымызға әртүрлі сенсорлы жүйелеріміз бар. Ол көру жүйесі, есту жүйесі, иіс сезу жүйесі, дәм сезу жүйесі, сипап сезу жүйесі, бұлшықеттер арқылы сезіну проприоцепциялық системамыз, және де сипап сезу арқылы, әртүрлі материалдарды сипап сезу арқылы, біз кожамыз арқылы ақпараттарды қабылдаймыз, тактильді сезіну жүйесі. Мінекей осы 7 бағытта біз ақпаратты қабылдау каналдарымыз, 7 бағыттағы осы сенсорлы жүйемізді жақсы дамытатын болсақ, онда балаларда ешқандай проблема болмайды, және де оқуда үлгерімі керемет болады. Және де вестибулярлы жүйеміз бар. Мінекей осы бағытта біз жұмыс жасайтын болсақ, онда барлығы керемет болады. Біз мінекей жаңағы кукла марионетканы айтып отырмын ғой, сол кукла марионетка сияқты біздің миымыздан әртүрлі ақпаратты қабылдау жүйеміздің барлығына қарай жіптер түзіледі. Жіптің саны қаншалықты көп болса, соншалықты бізге жақсы. Яғни сол түзілген жіптердің бойымен миымызға ақпараттар жіберіліп отырады. Және де оның сапасы қандай болады, оның жылдамдығы қандай болады. Мінекей соның барлығында үлкен мәселе жатыр. Яғни ақпаратты жылдам қабылдауымыз, жақсы қабылдауымыз, качествені түсінуіміз, оны жақсы етіп қорытуымыз, тез арада қорытып, тез арада жауап беріп, ұғымтал болуымыздың барлығының себептері осы жерде жатыр. Осы жерден бастап өте мұқият тыңдаңыздар. Жаттап болмайтын, қорытып болмайтын, түсініп болмайтын, сөз саптай алмайтын, ойын дұрыс жеткізе алмайтын, сүріншек, секіре алмайтын, киінгенді жақтыртпайтын, әртүрлі материалды мынау қыштат, мына жер үйлеспейді деп киім талғайтын, басын жоғызбайтын, тағы да басқа энурез, энкопресс сияқты проблемалар болатын болса, жіп аз түзілген, және де жіптің бойымен ақпараттар өте жай жүреді. Яғни сапасы нашар, жылдамдығы баяу дегенді білдіреді. Есеп шығаратын едік қой, А пунктінен Б пунктіне деген сияқты. Енді сіздерге тағы да түсінікті болу үшін осындай мысалды айтқым келіп тұр. Мысалы қараңыз, А пунктінен Б пунктіне 2 машина шықты. Біреуі теп-тегіс керемет жаңа салынған жолмен 180 км/сағат жылдамдықпен жүріп отырады. Ал екінші машина қисық-қисық шоқалақ ескі жолмен 20 км/сағат жылдамдықпен барады.
бірінші машинамыз жақсы барады, және оның машинаның да сапасы керемет, жолдың да сапасы керемет, жылдамдығы да керемет. Көріп тұрсыздар ғой, мінекей бұл да дәл осындай. Яғни бұл сенсорлы интеграция және нейронды байланыстар туралы мен сіздерге айтып отырмын. Осы жіптер біздің ми мен әртүрлі сенсорлы жүйелерімізді біріктіріп, байланыстырып жұмыс жасап отырады. Яғни әрбір сенсорлы жүйелерімізден осы жіп арқылы миымызға ақпараттар барып, ол қорытылып, кері байланыс жүріп отырады. Мінекей, осы үшін біздің 7 бағытта сапалы түрде егерде бір сенсорлы жүйеміз страдать ететін болса, бір жүйеде сенсорный голод болатын болса, онда жаңағы проблемалардың барлығы шығып отырады. Енді бұл мен айтып отқан проблемалардың тек қана бір 5% шығар. Сондықтан бұл 7 бағыт бойынша қалай дамытамыз? Ол 7 бағыт бойынша дамытсақ біз не ұтамыз? Ал егер 7 бағытта дұрыс дамытпасақ, қандай проблемалар болады? Қандай жүйелер? Ол жүйені дамыту үшін не жасаймыз? Әрбір жүйеге бағытталған, әрбір жүйені дамытуға арналған ойындар, практикалық ақпараттардың барлығын, теориясын және практикумын мен осы тегін сабаққа жүктеп қойдым. Құны 20 000 теңге тұратын осы сенсорика практикумын мен сіздерге бонус ретінде тегін берейін деп отырмын. Осы жүйелердің барлығын қалай дамытамыз? Дамытпасақ не болады? Қандай ойындар арқылы дамытуға болады? Барлығын теориясын, практикумын мен сіздерге дайындап қойдым. Және де сіз бұл ақпаратты білгеннен кейін өзіңіздің балаңызға диагностика жасап, өзіңіз анықтап, өзіңіз сол бағытта жұмыс жасай алатындай деңгейге жетесіз. Бұл ата-аналарға да, мектептегі, балабақшадағы, жалпы баламен, ата-әжелерге де, баламен кто имеет дело, соның барлығына қажетті ақпараттар. Бұл тек қана қазіргі таңда алдыңызға келіп отырған бала емес, одан кейін де ата-ана болсаңыз, одан кейінгі де балаларыңызға, немерелеріңізге де барлығына пайдаға асатын керемет инвестиция болып табылады. Ойындар ойнатсам екен, анан-мынан жинап жүрмес үшін мен сіздерге 1 апталық сенсорлық ойындар апталығын дайындап қойғанмын. Бірінші күн ойыны, екінші күн ойыны, үшінші күн ойыны деп мінекей алдарыңызда көрсетіп отырмын. Осылай 7 күнге бағытталған 7 түрлі ойын. Және де оның барлығына жаңадан ойыншық сатып алудың қажеті жоқ. Үйдегі бар заттармен мынандай керемет қылып балаларыңызды сенсорлы тұрғыда 7 бағытта дамытуға мүмкіндік аласыз. Және ол ойынды қалай түрлендіріп отыруға болатындығын бірге айттым. Және де жылдамдықты арттыруға арналған ойындарды да бонус ретінде бердім. Сіз осы бағытты дамыту арқылы, ол жылдамдықты арттыру арқылы балаңызды мощный компьютер қылып шығарасыз. Мысалға, 2 түрлі компьютер, біреу ескі компьютер, үлкен процессормен жұмыс жасайтын, қосып болмайды, есін жиып болмайды. Ал жаңадан, мысалға, Apple-дың керемет мощный компьютерлары қостыңыз, тек жұмыс жасаңыз, сатырылады, тек жұмыс жасап жатыр, прям көзді ашып жұмғанша. Мінекей, балаңыздың ескі барахлетеп тұрған компьютер болғанын қалайсыз ба, әлде мощный компьютер болғанын қалайсыз ба? Кез келген жерде топты жарып тұратын мықты азаматша болсын десеңіз, онда міндетті түрде осы ақпаратты сіз білуіңізге тиіссіз. Сенсорлық ойындар апталығын алған адамдарға құны 20 000 теңге тұратын практикумды тегін беріп қойдым. Неге десеңіз, мына ойынды ата-аналар ойнатпайды, егер құндылығын түсінбесе. Мен сондықтан құндылығын түсініп, маңыздылығын түсініп алсыншы бірінші деген шынайы түрде, жанашырлық түрде тегін беріп тұрмын бұны. Мен розовый костюмде тұрамын, сол жерде сол сабақты бірінші тыңдап алыңыздар. Керемет ақпарат, керемет инсайттар аласыз, өзіңіздің қателіктеріңізді түсінесіз, балаңыздағы пробелдерді табасыз, сенсорный голодтарды табасыз. Ешқандай задержкасыз балаңызды керемет қылып тәрбиелеуге, дамытуға мүмкіндік аласыз. Сабақта үлгерімі де керемет болады, психикасы дұрысталады, невроздар жойылады, мінез-құлық, поведенческий проблемаларды жоясыз. Тез жаттайтын болады балаңыз, тез ұғатын болады, оқыған қорытатын болады, өзімен өзі отырып ойнайтын болады, сағаттап, өзін өзі дамытатын болады, сізде энергия пайда болады, нервіңіз тыныш болады, уақытыңыз пайда болады өзіңізге, өзіңізді дамытуға уақытыңыз пайда болады. Көріп отырсаңыздар, қаншама керемет шынайы отзывтарды салып отырмын. Және де мен сіздерге өте керемет техникалық блокты қойып қойдым сол жерге. Техникалық бөлім бар ол жерде. Баланың миын іске қосатын. Машинаны отырып алып жүргізіп кетпейсіз, машинаны бірінші кілтпен қыздырасыз, сосын барып жүресіз ғой. Балаңызға кез келген интеллектуалды нагрузка болайын деп тұрса, мектепке бара жатса, сабақтың алдында, үй жұмысын жасар алдында
кітап оқырдың алдында, бірдеңе жаттардың алдында обязательно осыны міндетті түрде осы техникалық блокты жасатыңыз. Осы техникалық блокты да сіздерге салып қойдым. Міндетті түрде мұқият қарап алыңыздар. Бүгінгі сабақтан сіздерге пайдалы ақпараттар ала алдыңыздар деп ойлаймын. Енді сенсорлық ойындар апталығы. Ойлап қараңыздаршы, жаңағы айтып келген барлық ақпараттарым ішінде дұрыстап тұрып түсіндірдім. Жік-жігімен кәдімгі теориясы, практикумы қараңыздаршы, мінекей сіздерге осы жерге видеосын да салып тұрмын. Осындай керемет сабақты, құны 20 000 теңге тұратын сабақты, оған қоса сенсорлық ойындар апталығын, бір апталық ойынды жасап қойдым. Техникалық блок бердім. Және де жылдамдықты арттыруға ойындар бердім. Және де осы ойындардың барлығын мен қалай түрлендіруге болатынын айтып бердім. Яғни бұл бір апталық ойын емес, яғни сіз оны бір айға созып ойната аласыз. Және де сізге трекер беремін сыйлыққа. Сол трекерді, міне алдарыңызға шығып тұрғандай трекер, распечатать етіп принтерден шығарып аласыз да, тек қана жаңағы түртіп аласыз да, өзіңізге міне мына жүйе бойынша мынау, мына жүйе бойынша мынау жазып ескертпе ретінде істеп алып, бір ай бойына ойнатасыз. Оны дәл сол күйінде екінші ай, үшінші ай, төртінші ай қайталай берсеңіздер болады. Балаңыздағы барлық проблема жойылатын болады. Балаңыз керемет мощный компьютер болып жұмыс жасайтын болады. Құндылығын енді қараңыздаршы. Анау 20 000, мынау осындай. Қанша деп ойлайсыздар? Бұл керемет құнды ақпаратты соңына дейін тыңдаған адамдарға, соңына дейін тыңдап, дәл қазір ешқандай ойланбай, мен баламды осы жерден бастап осы ақпаратты аламын, баламды дамытамын, еш задержкасыз дамытамын, баламды керемет мощный компьютер қылып шығарамын. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, құны қанша болуы мүмкін бұндай сабақтың? Бұл инвестиция. Өз балаларыңызға, балаларыңыздың балалары, немерелеріңізге барлығына қажетті бұл керемет инвестиция. Қанша тұру мүмкін? Шынайы түрде балалармен, мен жұмыс жасаймын деп отырған ата-аналарға дәл осы жерден бастап білім аламын, дамимын, баламды дамытамын, жан-жақты дамытамын, ешқандай задержкасыз дамытамын, баламды керемет мощный компьютер қылып шығарамын, баламның болашағының жарқын болғанын қалаймын деп кәдімгідей шынайы түрде осы берейін деп отырған ақпараттың құндылығын түсініп отырған ата-анаға дәл қазір ойланбастан төлем жасап алып мен іске кірсем деп отырған ата-аналарға мен осы сабақты ойлап қараңыздаршы, 4990 теңгеге беруге дайынмын. Су тегін, бір шаймен бір пирожныйды алмай-ақ, осыны алып, балаларыңызбен жұмысты дәл қазір бастап кетіңіздерші. Шығып тұрған Каспий Голд нөміріне төлем жасап, WhatsApp-қа чекті жіберіп, өз нөмірлеріңізді жазып, сабаққа қосылып, жұмысты бастап кетіңіздер.